Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай ұсақ бауырсақтың өте дәмді әрі хрустящий ши бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Бір тестодан екі түрлі бауырсақ жасаймыз. Достар, менің каналымда осы рецеппен қатар көптеген пирогтардың, түрлі выпечкалардың, әртүрлі торттар мен салаттардың рецептері бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл бауырсақты жасау үшін ең алдымен салқын суға 1 шай қасық тұз және 4 ас қасық қант салып араластырамыз. Қалауыңыз бойынша қантын аз салуға болады. Әбден ерігенше араластырып, үстіне еріген сары май қосамыз. Ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, орташа мөлшерде қаттылау қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып кетсе, кескен кезде бір-біріне жабысады, ал өте қаттығы билесек, онда бауырсағымыз қатты болып кетеді. Сол себепті орташа мөлшерде илеуіміз қажет. Қамырды 15 минутқа тындырып, тынғаннан кейін оны 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін дөңгелектеп алып, оқтаумен жайып, бауырсақтың формасына келтіреміз. Жіңішкелеп жайып, оны ұсақтау етіп кесіп, соломка етіп, яғни ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз. Шпатель болмаса, пышақпен де кесіп аламыз. Бөлінген қамырдың екінші бөлігін жіңішке етіп жайып, ортасынан кесіп, оны дөңгелектеп, ұзын-ұзын етіп, лағманның қамырындай есіп аламыз. 4-5 минутқа қойып, кебе бастаған кезде ұсақ бауырсақтың формасына келтіріп кесіп аламыз. Бауырсақтың құрамында май болғандықтан олар бір-біріне жабысып қалмайды. Сұйық майдың үстіне аздаған тоң май қостым. Май қызығаннан кейін бауырсақтарды алып, қызарғанша қуырып аламыз. Май қатты қайнағаннан кейін ғана бауырсақты саламыз. Әйтпесе бауырсақтар майды өзіне сіңіріп алады. Аз-аздан сала отырып, барлық бауырсақты пісіріп аламыз. Осымен ши бауырсағымыз дайын. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде ең бірінші шыққан рецептерді ең бірінші болып көре аласыз.